Түркістан облысындағы әрбір аудан қаланың әлеуметтік экономикалық дамуы тұрақты түрде зерделенеді. Халық қызметіне сәйкес келмейтін басшылар мен мемлекеттік қызметшілерге шара қолданылады. Тұрғындармен есептік кездесулерінде осылай деген Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды жұмыс сапарымен Арыс қаласында жалғастырды. Аймақ басшысы әуелі өңірдегі әлеуметтік маңызы бар нысандарды аралап, көрші шағын шаһар тұрғындарымен таза ауыз сумен қамтитын жаңа жобалармен танысты. Заманауи су тазалау станциясы 31 мың халыққа таза су жеткізуге қауқарлы. Дархан Амангелдіұлы мемлекеттік бағдарламалардың толық орындалуы бойынша қала әкіміне тапсырмалар жүктеді. Білім саласындағы кемшіліктерді түзетуге баса назар аудару қажеттігін айтты. Мектеп оқушыларын қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жаяу жүргіншілер жолы, бағдаршам және жарық бағаналар орнатылсын. Жалпы білім беру ұйымдарының сапасы өте төмен. Бұл бағытта жүйелі өзгерістерді қабылдау керек. Өйткені білім саласын қарайтын болсақ, барлығы жағынан деңгей түсіп баратыр. Мектепке дейінгі ұйымдарда да түсіп баратыр.